Менің отбасым бүкіл әлем бойынша. Бұл сенің аспазың. Бүгін ресми түрде 31 желтоқсан. Мен 9-шы сыныпқа келдім. Бұл 10-шы сабақ. Бұл 10-шы сабақ. Солай ма? 10-шы сабақ. 10-шы сабақ. 10-шы сабақ. Бұл оңай сабақ емес. Бұл бәріңізге ең алдымен бүгін 31 желтоқсан екенін түсінуді талап етеді. Okay, firstly, let me tell you it's 31st of December. Adley! Біздің қонағымыз, Адлидің серіктесі, біздің қонағымыз Дейв Джоэл, менің Warrior Витегі серіктестерім, менің ағаларымның 10 сыныпта мені онлайн тыңдағанын көру әрқашан жақсы. Біріншіден, бұл сабақтар сізге көмектесті деп үміттенемін. Бәрі жақсы. Бүгін 30-да. Мен сәрсенбідегі хабарламамды жаңа ғана аяқтадым. Өтінемін, оны көріңіз. Бұл өте эмоционалды. Сондықтан сәрсенбідегі хабарламаны қараңыз. Бәрі жақсы. Мен көптеген жоғары деңгейдегі қызметтер сәрсенбідегі оқиғалар туралы хабарламаларды төменгі деңгейдегі қызметтерге жіберетінін білемін, және мен мұны бағалаймын. Бірақ сәрсенбідегі оқиғалар туралы хабарлаудың мақсаты оны төменгі деңгейдегі қызметтеріңізге жіберу ғана емес, сонымен қатар оны көру. Жарайды. Бұл сізге үйренуге болатын сабақ болады деп үміттенемін. Мені қате түсінбеңіз, мен барлық жауаптарым бар деп айтпаймын. Мен ең жақсылардан үйрендім деп айтпаймын. Мен Жападан, Датушри Виджайдан, Адлиден, Аруннан, Сетиден, Дэвидтен, Дейвтен, Джоэлден, Калайдан үйрендім. Мен анамнан үйрендім. Мен сенен, қарамағымдағылардан көп нәрсені үйрендім. Мен өмірлік тәжірибемнен көп нәрсені үйрендім. Уайымдама, бұл нағыз татуировка емес. Бұл динозавр. Менің балаларым маған үнемі татуировка жасайды. Мен ешқашан өзіме жаңа татуировка жасаған емеспін. Бүгін 31 желтоқсан. Сене аласың ба? Біз 2025 жылы 365 күнді аяқтадық. Сіз бір нәрсеге қол жеткізесіз деп үміттенемін. Сіз кейбір армандарыңызды орындайсыз деп үміттенемін. Сіз өз біліміңіздің белгілі бір деңгейіне жеттіңіз, бір нәрсеге қол жеткіздіңіз, және 25 жылыңызды босқа өткізбегеніңізді мақтан тұтасыз деп үміттенемін. Осы 9 сабақ сізге көп нәрсені түсінуге көмектесті деп үміттенемін. Бірақ қазір ең қиын сәт келді. Мен алған маңызды сабақтардың бірі, өмірде біз адамдарға сөзсіз зиян тигізетініміз. Өмірде адамдар бізді сөзсіз ренжітеді. Одан құтыла алмайсың. Сен бейбіт елде тұрсаң да, өміріңдегі ең әдемі өмір сүрсең де, адамдарға зиян келтірмей, ренжітпей өмір сүруіміз мүмкін емес деп ойлаймын. Менің ойымша, адамдардың көпшілігі жасайтын мәселе немесе қателік, олар бұл ауырсынуды өздерімен бірге алып жүрсе, бұл ауырсынуды әкеледі. Олармен бірге өмір бойы. Олар азапты көтергенде, кінәні өмір бойы өздерімен бірге алып жүргенде. Ал егер сізде кінәмен ауырсыну сезімі болса, бәрі жақсы. Сіз кім болуыңыз керек екенін тұтандыру өте қиын. Мен бір жыл ішінде көптеген адамдарды ренжітетінімізге сенемін. Бізді ренжітетін адамдар көп. Ал кейбір адамдар біз үшін көп нәрсені білдіреді. Кейде ауырсыну сізден алыс адам емес. Сізге жақын адам болған кезде қатты сезіледі. Мүмкін сізге бәрібір. Бірақ бұл шынымен ауырады. Мен бұған дейінде ауырғанмын және өмір бойы. Тіпті 2025 жылы да адамдарды ренжіттім. Және бұл оңай емес. Күн сайын кінәлі немесе ауыр сезіммен өмір сүру. Сондықтан 10-шы сабақ. Босату. Ал босату әрқашан оңай бола бермейді.
And letting go is not easy. Сөздің шын мағынасында жақсы көретін адамдарыңды, жоғалтқан адамдарыңды жібер. Мен осы жылы жақсы көретін адамдарымнан көп айырылдым. Менің ең жақын досым, ең жақын достарымның бірі Джаган Мохан 2 апта бұрын қайтыс болды. Мен жағымды естеліктерді сақтаймын және оларды жіберемін. Міне, бүгін кешке түн ортасына дейін не істеу керек? 31-ші түн ортасына дейін түсіндің бе? 31-ші түн ортасына дейін сіз қоңырау шалуыңыз немесе хабарлама жіберуіңіз керек және мұны ренжіткен адамыңыздан кешірім сұраймын деп айтуыңыз керек. Мен оларға аздап ренжіту туралы айтып отырған жоқпын. 100 адамнан кешірім сұраудың қажеті жоқ. Мына ақымақтардың бірі болма. Мен сені ренжіткен болсам, әлемдегі барлық адамдардан кешірім сұраймын. Жоқ, жеңіл жарақат алу қалыпты жағдай. Бұл біздің өміріміздің бір бөлігі. Мен біреудің шынымен зардап шеккені туралы айтып отырмын. Түсіндің бе? Сен бірдеңе істедің. Олар сізге қажет кезде олардың жанында болмағаныңызды білесіз. Білесіз бе? Сіз олар үшін көп нәрсе істей алар едіңіз. Оларға жамандық жасадың ба? Оларды кәдімгідей қабылдадың ба? Әлде шүкіршілік етпедің бе? Бәрі жақсы. Мен сенің қоңырау шалуыңды немесе мені кешір деп хабарлама жіберуіңді қалаймын. Кешіріңіз. Бәрі жақсы. Және сені ренжіткен адамдар үшін. Әке, ана, аға, әпке, күйеу, әйел, ғашық, кімге ренжітсең де, кім ренжітсең де, бәрі жақсы, солай болады. Мен сенің қоңырау шалуыңды немесе SMS жазуыңды және мен сені кешірдім деп айтуыңды қалаймын. Мен бәрінің не деп ойлайтынын көріп тұрмын ба? Мен аспаз бізге үйренген сабағымды үйретеді деп ойладым. Бұл менің 10-шы сабағым. Мен кешірім сұрап, сені кешіретінімді айтуым керек. Тек осылай ғана сіз 26-ға дейін өмір сүре аласыз және өзіңіздің шынайы әлеуетіңізді ашуға дайын бола аласыз. Жарайды, менің 10 сабағым осы. Сонымен, бүгін кешке немесе дәл қазір 31-ші мереке басталмай тұрып, барлығы қол ұстасып, Кумбая әнін шырқайды және сіз бәріңіз айналысасыз. Сіздің өміріңіз және сіздің жаңа жыл немесе жаңа жыл қарсаңындағы мерекелеріңіз. Батыс әлеміне ант етемін. Бұл жерде ештеңе жоқ. Тойла, өзіңе қымбат адамдармен бірге бол. Клубтарға бармаңыз және уақытыңызды бейтаныс адамдарға жұмсамаңыз. Үйіңізде барбекю ұйымдастырыңыз. Барлығын кешкі асқа шақырыңыз. Білесіз бе, бәрібір. Осы жаңа жыл күні жақындарыңызбен бірге болыңыз. Және кешірім сұрайтын хабарлама жазыңыз. Мүмкін сіз шынымен ренжіткен 10 немесе 15 адам. Кешіріңіз деп айтыңыз. Сондай-ақ, сені ренжіткен адамдарға және сені кім ренжіткенін білесің. Сені кім кәдімгідей қабылдады? Онда мен сені кешіретінімді жаз. Енді олар абдырап қалады. Олар сенен не болғанын, не үшін жазғаныңды кешір. Неге мені кешірім сұрауға шақырғаныңды, не болғанын сұрайды. Сенің жауап беруге таңдауың бар. Немесе жай ғана бәрі жақсы деп айт. Мен жай ғана сені ренжіткенім үшін, қасыңда болмағаным үшін кешірім сұрағым келді. Кешірім сұрауға кеш болғанша күтпеңіз. Мен жегеннен оған жеткілікті қамқорлық жасамағаным үшін кешірім сұрай алмағандай болдым. Түсіндің бе? Кеш болғанша күтпеңіз. Түсіндіңіз бе? Өмірдегі кез келген нәрсеге кеш болғанша күтпеңіз. Сіз өзіңіз шешім қабылдауыңыз керек. Сен білесің, сондықтан кешір, мен сені кешіремін деп айт. Жарайды, бұл бірінші бөлім. Кешір, мен сені кешіремін. Сен қоңырау шалуың керек, SMS жазуың керек. Телепатияңызды пайдаланбаңыз, және мен сізден басқа жерде кешірім сұраймын деп елестетпеңіз. Солай емес пе? Тікелей сөйлеңіз немесе қоңырау шалыңыз. Жақын адамдарың телефон соғып жатыр, ал кейбіреулеріңе хат жазып жатырсыңдар. Егер оларға түсініктеме керек болса, бұл сізге байланысты. Бірақ оларды еш нәрсеге кінәлама. Тек кешіріңіз немесе мен сізді кешіремін деп айтыңыз. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Айту, рахмет деп айтыңыз. Қасыңда болған, қажет болмаған кезде саған адал болған, кешікпей қасыңда болған, ең қиын сәтте қасыңда болған адамдарға хат жаз. Кім болды? Ұстағаныңыз үшін рахмет. Сенің жаныңда болған сүйікті адамыңды жоғалтқан кезде қолыңнан мүмкін сенің қоңырауыңа жауап беріп,
сәлем деп айту үшін сенің жаныңда кім болды? Рахмет, айт. Мұнда адамдар көп болады. Бірақ топтық хабарлама жібермеңіз. Барлығыңызға рахмет. Соңында мен сені жақсы көретінімді айт. Сен шынымен жақсы көретін адамдарға мен сені сүйемін деп айт. Мен сенің мұны кездейсоқ айтып тұрғаныңды білемін. Мен сені жақсы көремін. Бауырым, мен сені сүйемін. Мен сені сүйемін. Мен сені сүйемін деп айтуға дағдыланғанымызды білемін. Бірақ махаббат бұл күшті сезім. Құдайдан келетін жалғыз сезім. Бұл махаббат. Бұл өте күшті сезім. Сондықтан өміріңіздегі кейбір адамдарға мен сізді жақсы көретінімді еске салғыңыз келуі мүмкін. Олар мұны сізден естуі керек шығар. Сондықтан сіз жаңа жылдық кешіңізді жоспарлаумен айналысып жатқанда, мен үйренген сабақ. Жыл соңына дейін бетіңізді жуу керек. Сіз таза парақтан бастау керек. Сіз жаңадан бастауыңыз керек, және 2026 жылды жарықтандыруға дайын болуыңыз керек. Түсіндіңіз бе? Ол үшін мені кешір. Мен сені кешіремін. Рахмет. Және мен сені жақсы көремін деп айту керек. Мен сені жақсы көремін. Сен түсінесің бе? Бұл менің 10 сабағым. Сағат, түнгі сағат 12-ге дейін жұмыс істеп, 2026 жыл басталмай тұрып, мұны кез келген адаммен, төменгі, жоғары, бейтаныс адамдармен, отбасы мүшелерімен, жақындарыңызбен жасаңыз. Мұны істе, балалар, сендер менімен біргесіңдер ме? Міне, менің баршаңызға жолдауым. 10 сабақ. Кешіріңіз деп айтыңыз. Айтыңызшы, мен сізді ренжіткен адамдар үшін кешіремін. Егер олар сізді жаман ниетпен ренжітсе, немесе олар қызғанса, сенімсіз болса, немесе басқа бірдеңе болса, оларды кешіріңіз. Бұл олардың сенімсіздігінің мәні. Мұны өмір бойы өзіңізбен бірге алып жүрудің қажеті жоқ. Олар сіздің отбасыңызға зиян келтіруге тырысады. Олар сіздің бизнесіңізге зиян келтіруге тырысады. Оларды кешіріп, әрі қарай жүріңіз. Ең бастысы, сіздің сапарыңыз. Айтыңызшы, мен сізді ренжіткендерден кешірім сұраймын. Өйткені біз адамдарды ренжіттік. Содан кейін, қанша адамға алғыс айтқыңыз келсе, сонша адамға рахмет айтыңыз. Түсіндің бе? Ақырында, мен сені жақсы көретінімді, оны естуді қажет ететіндерге айт. Сен түсінесің бе? Бұл 10 сабақ. Мен ертеңде жаңа жылдан кейін түнгі сағат 2-те жүйеге кіремін. Баршаңызды жаңа жылмен құттықтаймын. Жарайды. Бірақ бұл 10 сабақ. Мен 2025 жылы алған 10 сабағымның барлығы бірдей маңызды. Олар менің тізімімде бар. Сіз қайтып оралып, оларды кез келген уақытта көре аласыз. Бәрі жақсы. Балалар, осы 10 сабақ маған не үйренуім керек екенін есіме салды. Мен 2026 жылға дайынмын. Мен сенің көмекшісіңмін. Мен әрқашан сенің жаныңда боламын. Бәрі жақсы. 2026 жылы от жағатын кез келді. Біздің от жағатын кезіміз келді. Мен сендерді жақсы көремін, балалар.